Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, керемет испан тоқаштарын пісіреміз. Өзі слоеный болып келеді, қатпарлы болып. Дәмді, жұмсақ жасап көріңіздер. Ыдысқа бір шай қасық тұз саламыз. Бір шай қасық қант. Қалған қант тұрады. Жақсылап араластырамыз. Енді бұған жылы сүт құямыз. 35-38 градус шамасындағы. Араластырамыз да 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Ыдысқа бір жұмыртқа саламын. Оған қалған қантты саламын. Және тұз қосамын. Араластырып аламын. Енді оған көтерілген дрожжыны қосамыз. Менің сүтім кішкене ашыған сүт. Енді аздап ұн қосамыз елеп. Енді 2 ас қасық май қоямыз. Нан илейміз 10 минут. Жабысқақ болғандықтан кішкене қолды майлап отырсаңыз жабыспайды тесто. Тегештің ішін майладық. Енді наны домалақтап ішіне қоямыз былайынан. Үстінен басып қояйық. Бетіне пищевая пленка немесе қақпақты жауып, жылы жерге 1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Ыдысқа сүтті құямыз. Бір аз мөлшерін алып қаламыз. Енді отқа қойып қайнатқанға жеткіземіз. Мына ыдысқа бір жұмыртқа, оған қант және крахмал саламыз. Араластырамыз жақсылап. Жарты пачка ванильный сахар немесе пышақтың қасықтың ұшында ванилин. Азып қана қосамыз. Мына қалған сүтті қосамыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Енді осы массаға жаңа қайнаған сүтті қосамыз. Ол массамызды қайтадан ковшқа құямыз. Енді отқа қоямыз. Кішкентай отта пісіреміз. Қайнағанға дейін жеткіземіз. Араластырып тұруды ұмытпаймыз. Массамыз қоюлана бастады. Үлкен пүсірек шыққаннан кейін 30 секундтай пісіреміз. Міне пүзірек шығып жатыр, бірінші пүзіректер. Креміміз дайын. Енді оған сары май саламыз. Егер де креміңіздің арасында қамақ торбы сертік болса, онда миксермен немесе блендермен араластырып жерге болады. Енді мына ыдысқа кремді қайтадан мұнда саламыз. Суы үшін. Оны суы үшін суық жерге, яғни холодильникке қоямыз. Немесе суық судың үстіне де қойып қоюға болады. Мен езім болмағандықтан қуырға алдым. Енді қуырғаға ыстық су қойып 10-15 минут бұқтырамыз. Одан кейін бірнеше рет тазалап, жуып, шайып тастаймыз.
Суыған кураганы орамалға салып, басып кептіріп аламыз. Енді бұның тақтап турап аламыз. Мейіз болса, мейіз алыңыздар. Суып тұрған заварной кремімізге, қайнатпа кремге кураганы қосамыз. Араластырамыз. Бұл крем негізі ровно 4 тоқашқа жетеді. Заварной креміміз дайын. Сонымен міне нанымыз көтерілді. Егер комнатаңыз салқын болса, 1,5 сағаттан артық болады. Менің наным 2,5 сағаттай тұрды. Жақсы көтерілді. Не үлбіреп тұр. Сонымен нанның жалпы салмағы 520 грамм. Оны 6 бірдей бөлікке бөлеміз. 85 граммнан шығады. Тақтайымызға аздап еріп тұрған май жағамыз. Бір нанды жүп-жүк қағып жаю керек. Тесто жыртылып кетуі мүмкін. Ондай болып тұрады. Нанды жүп-жүк қағып жайдық. Енді оған май жағып шығамыз. Майды қолмен де жаға болады, немесе кесішкамен. Қайсы ыңғайлы солай істеңіздер. Енді бұған кремнің 4-тен 1 бөлігін саламыз. Енді салып болғаннан кейін әні ораймыз. Бет жасаймыз. Булочканы улитка тәріздес қып орап қоямыз противенге. Аздап май жағамыз. Бұлай тестаны қолмен созуға да болады. Бетін целлофанмен жауып, 1,5-2 сағатқа рассойкаға қойып қоямын. Бетін орамалмен жауып қоямыз. Булочкалар 1,5-2 сағат рассойкада тұрды. Көтерілді. Енді оның бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқа немесе жұмыртқаның сарысын жағуға болады. Енді тоқаштарды 180 градуста қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа пісуге қоямыз. Сонымен міне булочкаларымыз пісті. Оны решеткаға қойып салқындатамыз. Булочка аздап суығанда үстіне сахарный пудра себеміз.
Ағаштарымыз өте ыстық. Мен қазір шыдамай кесіп жатырмын. Міне. Жөп жұмсақ. Өте дәмді. Қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Егер ұната қоштың ішіне қураганның орнына мейіз салып және мармелад салып жасасаңыздар, самое то болады екен. Күшті, керемет.